Ел жаңалықтары Шығыс Қазақстан облысында алдағы уақытта құны 18 миллиард 120 миллион теңге тұратын жел электр бекеті салынбақ. Облыста басталған жасыл экономика дамудың стратегиялық бағыты атты халықаралық экологиялық форумда осы туралы меморандумға қол қойылды. Оған еліміздің қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қаппаров пен облыс жетекшілері және алыс жақын шетелдердің өкілдері қатысты. Олардың ойынша еліміздің шығыс өңірі жасыл экономика идеяларын жүзеге асыруға қолайлы. Алдымен еліміздің қоршаған ортаны қорғау министрлігінен келгендер жасыл экономика талаптарына сай жасалған отандық және шетелдік жобалармен танысып шықты. Мәселен, мына бір құрылғы Қытайда жасалған, күн және желден қуат өндіреді екен. Бұл құрылғыны күн сәулесі түсетін немесе жел тиетін кез келген жерге орнатып электр қуатын алуға болады. Яғни еш қиындықсыз осы арқылы электр қуатын тұтына аламыз. Ал шетелдік қонақтар еліміздің жасыл экономиканы толық игеруге күш жігері жеткілікті екендігін айтады. Тіпті бұл саланы бірігіп дамытуға күш жігерімізді аямаймыз деп отыр. Сіздерде жасыл экономикаға көшудің тұжырымдамасы жасалыпты. Сондықтан біз теориялық жағынан қол ұшын созуға дайынбыз. Сіздерде судың ластануы және қалдықтарды жерге көму секілді мәселе бар. Сондықтан алдымен мұндай кемшіліктен құтылып алған жөн. Біз бұған да көмектесуге әзірміз. Астанадай жаңа шаһар салған мемлекетте мұның барлығын еңсеруге мүмкіндік мол деп ойлаймын. Шетелдіктердің қосар үлесін министрлікте мақұлдап отыр. Алайда алғашқы кезекте жасыл экономиканың тиімділігін халыққа түсіндіру жұмыстарында ұмытпаған абзал. Өскеменде сонда жиналысты өткізілгенін сол мағынасы бар. Сондықтан осы халық қайтып беру біріншіден, екіншіден осы технологияларды көру және біздің бизнеске ол қалай пайдалану керек екенін жасыл экономиканы сонда айтып беру. Жиында энергетика, ресурстармен қамту, ауыл шаруашылық және экологиялық туризм тақырыбы қамтылды. Жасыл экономика бойынша ең үздік жобалар алдағы Экспо 2017 көрмесінен орын алуы қажет. Ал Шығыс Қазақстанның үздіктер қатарынан табылатынына форумға қатысушылар сенімді. Мамандардың бұлай деп сеніммен айтатындай да жөндері бар. Өйткені Шығыс Қазақстанда қазірдің өзінде 4 бірдей шалғай аудандағы шаруа қожалықтары 20-дан астам су қуат генераторларын және 1000-нан астам күн батареяларын тиімді пайдаланып келеді. Алдағы уақытта аймақта жасыл экономика қағидасына негізделген су электр станцияларын салу да жоспарлануда. Ол үшін тіпті жер телімдері де белгіленіп қойған. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Хабар агенттігі, Өскеменнен.